Өтірікке әкесінен асқан бала. Бір кісі өмірінде өтірікке ешкімді алдына салмаған суайт екен. Бұл кісі баласын баулып өзіндей өтірікші қылыпты. Баласы әкесінен де өтірікке астам болыпты. Әкесі баласының асқандығын барлайын деп бір күні дөңде тұрып баласына жорта. Балам, көзім жетің кіремей тұр, анау қабақтағы бұлдыраған киік пе? Десе баласы, ананы айтасыз ба? Ол киік емес, арқар екен, бауырында екі қозысы еміп тұр депті. Әкесі, қырқаның желкесінен барсақ, жақындап көргендейміз, десе баласы. Әке-ай, әбден-ақ көзіңіздің жанары кеткен екен ғой. Осы тұрған арыстандай арқарды көре алмадыңыз ба? Арғы қырқаның берісінен, бергі қырқаның арысынан баспаға барсақ, қақ желкесінен шығамыз депті де әкесін жіберіпті. Әкесі шын нанып айтқан жермен барып қараса, арқар түгіл түкте жоқ екен. Артынан келген баласын әкесі. Қане, балам, арқарың? Десе баласы. Арбаңдап қашқанында көрмей қалпа едіңіз, көзіңіз әбден бодыраған екен депті. Сонда әкесі. Балам, өтірікке баулуың әбден жеткен екен, өзімнен асқан екенсің деп батасын беріпті. Екінші әңгіме. Піскен астың күйігі жаман. Құрбан айтының алдында қожаның әйелі жұбайының сүйіп жейтін тағамы тәтті самса пісіреді. Ерлі зайыпты екеуі көңілді отырып самсаны жеп, қалғанын таңертең жерміз деп алып қояды. Біраз көр жер әңгіме айтып жатып, ерте тұрамыз деп ұйқыға кетеді. Түн ортасында қожа елін бүйірге түрткілеп. Қатын-ау, қатын, тұр. Менің басыма бір жақсы ой келіп жатыр, ұмытып қалам ба деп қорқамын. Мазаңды алғаныма ренжіме, бір үлкен мәселе бар. Самсаны шапшаңырақ алып кел дейді. Қожаның мұнша мазасыздан оның мәнісін сұрауға да шамасы келмей, әйелі самса салған табақты лезде алып келеді. Қожа табақты алдына алып, әйелін қасына отырғызып, тәтті самсаны асап жей бастайды. Самсаны жеп болған соң, үқтеп бір демін алып, қожа еліне болған істің мәнін түсіндіреді. Кеште бір талай самсаның желінбей қалғанын өзің білесің дейді қожа. Басыма бір ой ұялап алса, менің ұйықтай алмайтынымды да білесің. Әрі ойлап, бері ойлап, піскен астың күйігі жаман, таңертеңгі ас, тәңірден деген мақал мәтелдер дұрыс айтылған-ау деп түйдім. Кел қатын, енді ұйықтайық. Менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға сәттілік тілеймін.